Гүлзейнеп Сәдірқызы, жас жесір, әңгіме. Шерхан Мұртазаның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған қаламгерлер арасында өткен ақиқаттың ақ туы атты байқаудың бас жүлдесін алған әңгіме. Етегіне оралған, алды 5 жаста, кенжесі емшекте, 3 баламен 29 жасында Алмагүл жесір атанды. Өң мен түсте меші араласқан сол күндерді қанша еске алғысы келмесе де, алақандай ауылдың отқа май құя түсетін сөзінен бұрын, небәрі 35 жасында көлік апатынан тіл тартпай кете барған Айбардың өліміне сенбейтіндей күй кешті. Бәрінен де қыршыннан қиылған жасы жанына батса да қойшы, әйтеуір артында қалып мына балаларына бас көз болып тірі жүрмін ғой, деп тәубесіне келіп қоятын. Алғашқы жылдары анасы қасында болғандықтан ба, жалғызіліктің ауыртпалығын сезіне қойған жоқ. Айдың күннің аманында таңертең ғана жолың болсын, аман есен барып қайт деп ауданға аттандырып салған Айбарынан найзағай ұрғандай қас қағымда айырылып қалады деп кім ойлаған. Жүрегі қанжылап көздің жасына ие бола алмады. Ал жаназасын шығарып, сүйекті жер қойнына тапсырған соң, тіпті өмірден түңіліп, ешкімді көргісі келмей, ешкіммен тілдеспей, сүлесоқ отырғанда қойған. Меңіреу қалыпта тапжылмай отырған қызына тек шешесі ғана жалтақ-жалтақ қарайтынына тіпті селт етіп қоймады. Мына түрмен күйігі ішке түсіп, ауру болып қалса, балаларына кім ие болады деген ой шешесі жазғанды түрткілеп маза берер емес. Жесірлігі құрғырды өз басынан өткерген, біледі ғой. Мұндайда аяушылықтан гөрі қаттырақ айтып есін жинататын, намысын жанитын есті сөз пайдалырақ екенін жақсы түсінеді. Осы ойдың жетегінде қызына жақындап отырды да жайлап сөз бастады. Соры бес батпан сорлы балам-ай. Жесірліктің қамытын тым ерте кигенің ай. Бірақ жесірлік атаулы тек сенің, болмаса менің ғана емес, әр әйелдің босағасынан сығалап тұрады. Бұл да өмірдің бір өткелі, үлкен сынағы. Еш әйел жесірліктен құтыла алмайды. Басыңа түсті, көнгеннен басқа амалың жоқ, Алла тағаланың маңдайыңа жазуы сол. Бірақ үлкен өкінішіміз бұл сынақтың саған тым асығыс, төтеннен келуі. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой, айтары жоқ өлім. Айбар баламның өзіне обал болдау. Қайтеміз? Бізде не қайран бар дейсің? Жол үстінде кеткендер, иманын серік еткендер деген, иманы саламат болсын, айналайын-ай деп бетін сипап қойды да, Алмашым, сен енді мені жақсылап тыңда. Мен ғой әкеңнен 50 жасқа келгенде, оң мен солымды біліп, сендер есейгенде айырылып жесір қалдым. Ал жас жесірдің жолы одан да қиын, одан да ауыр. Мөлдіреп тұрған кезің, аяғыңа оралған 3 баламен не жастың есебінде, не егде әйелдің есебінде емессің. Енді тура жолмен қанша жүрем десең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік тауып табалайтындар табылады. Ақылың жетсе түнде жылап күндіз күлесің. Ауырсаң шыдайсың, қиналсаң төзесің, құласаң қайта тұрып, көзіңнің жасын сүртіп тастап, өзіңді сабырға шақырғанда ғана, түптің түбінде барлығын жеңіп шығасың. Осы сөзімді қашанда жадыңда сақтарсың, балам, деді де құшағына алып, сөзін әрі қарай жалғады. Қарағым, сенің Айбармен өткен бақытты күндерің келмеске кетті. Енді мына көзге көрінген шырақтарың үшін болған іске болаттай берік болмауға хақың жоқ. Менен туған қыз болсаң, беліңді бекем бу. Қатал тағдырдың сынына төтеп беруге дайындал. Кейде топырақты өлімнің де қайратқа шақырып, намысыңды жанитын кездері болады. Жинал, есіңді жи. Етек жеңіңді түр. Анасының бұл жұбатуына еш ишара білдірмеген Алмагүл мелшие түксиген қалпынан танбады. Сол мезетте сырттан қолды аяққа тұрмай, шырқырап жылаған кішкене бөпені көтеріп көрші қыз кірді. Баласының дауысын естісе де, Алмагүл селт етпестен бір нүктеге қадалып алған. Кіші абысынның тағдырдың ісі ғой, Алмагүл, баланың не жазығы бар, емізсеңші дегеніне де еш әрекет білдірмеді. Диванда жағалай отырған жақындары болса да бір ауыз сөз айтуға баталмай үнсіз бақылауда. Баланың шырылдап жылағанына қарамастан, тапжылмастан қатып қалған қызына не істерін білмеген анасы жаймен, мәймөңкелеп айтқаннан нәтиже болмайтынын сезіп, даусын одан әрі қатқылдатып. Жетер енді, Алмаш. Жалғанда сенің ғана байың өліп, жалғыз сен ғана байдан айырылсаң да. Айтқанға көнбейтін болсаң, онда қазір асылып өл де, Айбардың артынан кет. Ақыр саған бала керегі жоқ екен, біздер адам емес екенбіз деп айқай салды. Алмагүл оған да селт етпеді де, қадалған көзін тайдырмаған қалпынан айнитын сынай байқатпады.
Осы сөздерінен кейін де еш әрекет байқамаған ашуға булыққан анасы шырқыраған бөпені алды да қызының алдына екпінмен тастай салып омырауын жұлқи аша бастады. Сонда ғана қызы басын көтерді. Қолындағы баласына үрпие қарап, мылқау адамша еш жауап қатпастан ықылассыз қолымен омырауын ашты да бөпесін емізуге ыңғайланды. Шырқыраған бала аузына емшек тиісімен жеттім бе дегендей ашқарақтанып емуге кірісті. Үйдегілердің бәрі Алмагүлдің іс-әрекетін бақылап тым-тырыс отыр. Сол үнсіздікті кішкене бөпе қайтадан бұзып мазасыздана бастады. 3 күнгі қайғының ішке түскені шығар, бала қара терге малынып қанша борпылдатып емгенімен сүт шықпады-ау шамасы, деп қайта шықырады. Мұны байқаған анасы еміреніп ит емізсеңші. Жүрегің қара тасқа айналып кеткен бе? Саған не болды сонша? Деп езіле айтқанда қатқыл даусында діріл бар селкілдеп кетті. Шешесінің бұл айғайына да пысқырып қарамаған Алмаш қолындағы баланы алды да жанында отырған әйелге сүлесоқ ұстата салды. Қимылы шалт, бедірейіп алған, құлағы таскерең, мына әлемнен байланысы үзілген. Отырғандар да көз алдында өтіп жатқан жағдайды байқастап, әрқайсысы өз ойымен әлек. Қайтсын-ай, бір ауылда көрші тұрып, кішкентайынан тай құлындай тебісіп, бір-біріне бауыр басып, ержете келе сүйіспеншілікпен үйленген бақытты ерлі-зайыптының отбасылық ғұмыры осылай қайғы-қасіретпен аяқталғаны бәрінің де жанына батып-ақ отыр. Алмагүл тағдырдың осы ащы сыйын қабылдағысы келмей іштей арпалысып, қарсылық көрсетіп-ақ бақты. Сыртқа шығарып жылағаннан да, әркімнің жұбату сөзінен де ештеңе өзгермейтінін, ешкімнің қолынан енді еш нәрсе келмейтінін білгендіктен де дүниеден бас кешіп түңілісі тереңдеп барады. Өзінде өзгелерді де көргісі келмейді. Сөзге құлақ асудан ада. Кім кінәлі? Неге мен неге бұлай? Деген сөздердің арбауына ілініп иірімнен шығалар емес. Ойлап отырса, содан бері қаншама жыл өтсе де, жесірлік дегеннің көзге шыққан сүйелдей көрінетініне көзі жеткен жоқ па еді. Бәрі айтқанға ғана оңай. Қаншама түн ұйқысыз, қаншама күн күлкісіз өткені тек өзіңе ғана аян. Мына қатын жетісіп қалыпты деп біреуі ернін шошайтса, біреуі алдыңнан өңменіңнен көзін өткізіп тұрып, мынаның жарқырап киініп жүргенін ай, мынаның ахалап күлгені ай дегендей мысқылдап өтері бар. Ары тартсаң ары, бері тартсаң бері жетпейтін баяғы қу дүние қолында, жолында байлағанда өмірге налып, кей күні балаларына ренжіп, оларды да жек көріп, кейде екі қолын төбесіне қойып, дүниенің түбі болса кетіп қалсам ба дейтін. Кейде баяғыда қазақ сорлы неге жесірін бір жылға дейін қара жамылдырып отырып, артынша қайнысына, болмаса қайнағасына қосып жіберген десем, осындай артында шуын шұбыртып қоятын жаманаты бар екен-ау. Сол дұрыста шығар деп ойлап қоятын. Бірақ бүгінде бір жыл қара жамылып қайнысына қосылатын қатын қайда? Байлары өлсе көп ұзамай-ақ киініп, ішініп, жасанып, боянып, қыздай болып шыға келеді. Оларың бір жыл қара жамылып отырып, басқа біреуге қосылмақ түгілі, тірідей байларын жібере салып, тірі жесір болып жүргендері қаншама. Қайтеді, бұл да заманның сұрқылтай өзгерісі шығар дейтін. Қазір барлық ауыртпалық артта қалып, заманның да жақсылығы ел қатарлы балаларын жеткізіп, қызын ұзатып, Айбарының атынан ерген ұлын үйлендіріп, аузын толтырып немере сүйіп отыр. Жаман атын шығармады. Сызып қойған сызығынан аттамағанның арқасында өзі де жақсы атқа ие. Ауылдастары да Айбарының ағайын туғандары сыйлап, алдынан қия өтпей. Өмір ғой, бәрібір жесірліктің бір шикілігі қылаң беріп қоятыны бар. Бірде Айбардың құрдасы сыныптастарын түгелдей Алматыға қонаққа шақырды. Өзі сияқты жастай жесір қалған Қалдыгүл екеуі барсақ па, бармасақ па деп көп ойланған. Жеңбей келгенде баратын болып шешті. Жол жөнеге келе жатып жесірлікті бір адамдай татқан Қалдыгүл құрбысының, Алматай, енді екеуміз шақырған жерге барғанда ентелеп төрге шығуға ұмтылуды қоюымыз керек. Қанша рет байқадым. Жоғары жаққа көбіне ерлі-зайыптыларды отырғызып жатады. Зады, қатын, ер тұсында деген рас шығар деп айтқан сөзі әлі көкейінен кетпейді. Қонақтарды сол жолы да дәл Қалдыгүл айтқандай жайғастырды. Бұрын ол 8 қырлы, бір сырлы, атақты мергеніміз, сыныбымыздың мақтаншы деп Айбар екеуін қоярда қоймай төрге шығаратын. Қалдыгүл айтпаса қалай байқамаған, төмендей бастағаны рас. Жас келе төрің не, әйтеуір ортадан қалдырмай шақырғанына риза.
Қош, содан үзілісте қаланың көп қабатты үйлерінің бөлмелері белгілі ғой. Адам көп, терін басайын деп балконға шықса, Айбардың жақын досы Кемел темекі тартып тұр екен. Ойында ештеңе жоқ, салдырлап әңгіме бастап айтып жатқан. Бір кезде Кемалың: Алмагүл, сен кешірші, егер екеуміздің балконда оңаша тұрғанымызды Шәмшия көрсе, қызғаныштан ұрыс шығарудан тайынбайды. Мен кетейін кейін деді. Төбесінен біреу қос қолда бұрғандай есеңгіреп қалсын. Сәлден кейін сасқанынан: Иә, әрине деп қала берген. Міне, жесір әйелдің жүні қызыл дегені осы да. Зымыран уақыт десеңші, Айбардың да дүниеден өткеніне 20 жылдың жүзі болыпты. Уақыт емші деп жатады. Қайдан емші болсын, ерінен көңіл қалмаған да қиын көрінеді. Не сөзге келіп, не бет жыртысып ұрсысып көрмеген соң, еске алып көңіл сөндіретін жаман қылығын таппай әуре. Дүниеден ерте өтеріне көрінді ме, ең болмаса бетіне бір жел болып тиіп шәйіт демепті. Алмаш Алматай деп өтті. Кейде жолдастарының: осы сен неге әйеліңнің айтқанынан шықпайсың? Бір нәрсе айтсақ, Алматай білет деп отырасың. Еркексің ғой, өзің-ақ шеше салмайсың ба дейтіндерге де жауабы дайын еді. Мен осы сендер сияқты әйелдермен айтысып тартысып жүретін ерлі зайыптыларды түсінбеймін. Әйелің сенің айтар жөн сөзіңді айтып, әйелдік, келіндік міндетін қамшы салдырмай атқарып, ағайынға да, досқа да сенің абыройыңа абырой қосатындай іс атқарса, аузымыз не қолымыз қышып несі бар. Кейде менің Алматайым анамның рөліне кіріп, баласындай өбектейтіні бар. Мұндай әйелге не айтасың деп қоюшы еді. Содан да шығар Алмагүл кешқұрым ұйықтар алдында күндіз біреу, түнде екеу болып азапқа түседі. Алматайының да Айбарға адалдығы шығар, Құдай қосқан қосағының қара шаңырағы, қара орманның түтінін өшірмей, артында қалған ұрпағының жаман атын шығармай, бүгінде қоңыр тіршілігімен біреуден кейін, біреуден ілгері өмір сүріп жатыр. Кейін ғой, Айбарының жан жарасы жазыла бастағандай, өз-өзіне келіп, ес алып, етек жеңін жинағандай болғанда, жанына аяздай батқаны. Қолаң шашы тобыққа жететін, өзі реңді, көркіне ақылы сай әпкесінің көп уақыт өтпей артынан ерген інісінің көкпар тартып келе жатып электр бағанасына соғылып, айдың күннің аманында мерт болғаны, бертін келе үлкен ағасының әйелі келіндігімен бүкіл ауылға жаққан мұғалім жеңгесінің қазасы біразға дейін есеңгіретіп тастаған. Енді олары аздай сол үлкен бауырының ортаншы ұлын Алматыдағы қанды қаңтар оқиғасында қаңғырған оқпа, әлде әдейі атылған оқпа қыршыннан қиып түсті. Айбар мен інісінің өлімі оқыстан, әпкесі мен жеңгесін айналдырған ауру алтынды деп көңіл сендірсе, мына бауырының қазасы жанын жеп, жасы келіп 70-тен асқанда Құдай қосқан қосағынан бір бауыр етінен екі айырылып, аңырап қалған ағасының жағдайы жанына қатты батты. Өлімнің бәрі өкінішті ғой. Бірақ бұрын туғандар бұрын кетсе дейсің де. Қаңтарда шейіт болған қаншама өрімдей жастардың қаны кімнің мойнында. 2 жыл бойы бүкіл адамзатқа келген тажал індеттен ел шошынып, үрей билегені аздай, мынасына не жор. Қаншама ата-ананың арманы үзілді, қаншама бала жетім, қаншама әйел жесір қалды. Өлімге араша тұра алмайсың. Өлім айла таптырмайды, білеміз. Алайда ата-ана үшін бауыр ет баласына өз қолымен топырақ салып, қара жер қойнына табыстағаннан ауыр қасірет жоқ шығар. Әкесі кетіп, баласы атамау деп жылап тұрса жарасар еді. Аллаға қалай жөн болғанын да білмейді. Ажалға себеп болды. Ағасының ошақтың 3 пұтындай 3 ұлының біреуі құлады. Бір кем дүние жасайды ма, қайдам. Еркек адам осал келеді емес пе, бәрінен де 2 қолынан әл, 2 аяғынан дәрмен кетіп қартайған шағында бір үйде жәутеңдеп нағыз жетім қалған Қадырқұл ағасына қиын болмақ. Ер азамат бәрібір ұстамды ғой, жұрттың жүрегін ауыртып, сыздатқан әкесінің қайтыс болғанын түсінбесе де, әкелерімен қоштасқан сәт естерінде қалар ма деп бірі қолында не оралған ошақтап атында аңырап қалған. Жас келіннің зарын есту ешкімге оңай тимеді. Әсіресе Батыржанмен қоштасып, сүйікті алып кетердегі ақы иелерінің жан айғайы ғана емес, жиналған жамағаттың күңіреніп жылағаннан жер теңселгендей болды. Ең ауыр соққысы Құдай қосқан қосағынан айырылғанымен қоймай, мәйітін таба алмай, мәйітханаларда неше күн сарсаңға түсіп, аласұрып іздегені өтіп кеткен. 3 күн дегенде сыныптастарының біреуі орталықтағы мәйітханадан Батыржанды таниды.
Айзада келіп көрші, Батыржан ғой деймін, ұқсайды. Деген соң, жан ұшырып барса, рас, Батыржаны денесі тілім-тілім, тиген оқтарын алып тастап, көктеп тіге берген. Сол кезде қолдарында құжаты болмағандықтан сүйегін келесі күн әкетуге уәделеседі. Ертесіне көлік тауып барса, қойып кеткен жерінде Батыржаны жоқ. Күйеуінің қазасы аздай, енді денесінен айырылғанда Айзада қан жұттақ. Ой деген жүйрік не ойламады. Биліктің қылмыстарын жасыру үшін іздеу сұрауы аз болсын деп бір жерге апарып көміп тастаса қайтемін. Сонда жауып арулап көміп көңіл сендірудің өзі арман болып қалмақ па? Ал атама не бетімді айтамын, баласын қайдан тауып беремін? Деген ойдың тұтқыны миын айналдырып дамыл таптырмады. Мәйітхана қызметкерлерімен айтысып тартысып жатып, қайтадан мәйіттерді қарап шығуға рұқсат алады. Түнімен көз ілмей шыққан Айзадаға енді ол жаққа қайта кіру ақыр еді. Не істемек? Мәйітханаға бірақ адамға ғана кіруге рұқсат. Ешкімнің басына бермесін. Күні кеше бүкіл мәйітхананы аралап жүрегі шайлығып, шошынып қалған Айзадада басқа амал жоқ. Өзін қолына алып Алла тағаладан, жаратқан ием, Батыржанымды табуға көмектесші, мына сойқанды аралап шығуға күш бере көрші, деп жалынып жалбарынсын. Қайтадан мәйітхананың қара суық бөлмелерінде қатып, серейіп қуыршақ секілді үйіліп жатқан жас мәйіттердің бет жүзін көру үшін әрқайсысының шашынан тартып іздейтінін ойлағанда, жаны түршігіп, селкілдей бастады. Қайтеді, өзін ұстап, іштей бисмиллясын айтып, Батыржанын іздеуге кірісті. Аралап келеді. Іздеген жоғы табылар емес. Екі үлкен бөлмені аралап қарап шықты. Жоқ, соңғы үміті қуыстағы бөлме. Көзінен сорасы аққаны аздай, мұздатылған суықтан қалтырап дірілдеп келе жатып бір мәйітке жақындағанда жүрегі өрекпіп, өзіне ие бола алмай отыра кетті. Мәйітхана қызметкері серейіп жатқан сол мәйіттің шашынан жұлқи тартып көрсетіп еді, Батыржаны. Мәйітті көргенде, Батыржаны тіріліп келгендей уһтеп терең демалып, артынша өкіріп жылап жіберсін. Содан бар үшін жинап, сырттан адам шақыртып, кілемге оратып алып шығады. Айзада келін осындай сұмдықты басынан өткізгенін ел аяғы басылып, ет жақын туыстары отырғанда айтқанда, Алмагүл жағасын ұстап, кіп-кішкентай құйтақандай келіннің өжеттігіне қайран қалған. Орнынан тұрып келінді құшақтап, қайтадан көз жастарына ерік берді. Біраз уақыт өткен соң, отырғандардың арасында жасы үлкені де Батыржанның ең жақын әпкесі өзі болғандықтан келінге жұбату айтуға ыңғайланады. Жөні де сол еді. Кішкене кезімізде әжемнің, Алла, жаратқан ием, аз ауру, азат өлім бер, ақыр алады екенсің, ешкімге күнімді қаратпай, балаларға салмақ салмай, қинамайық өліміңді қи. Біздер асарымызды асадық, жасарымызды жасадық, жастар аман болып, баланың қайғысын көрсетпесін деп отырғанын естуші едім. Аллай десеңші, жасы жеткен кемпір шал емес, өрімдей жас боздақ кетіп жатқанда, не айтарыңды, қалай жұбатарыңды білмейді екенсің. Айтары жоқ өкініші таудай өлім, айтары жоқ деп ойларын жинақтап алған Алмагүл келіннің арқасынан сипап отырып, сөзін әрі қарай сабақтады. Айналайын Айзада қарағым. Кімнің дүниесі түгел дейсің? Тұяғы бүтін тұлпар жоқ. Деген. Қазір осында отырған әрқайсымызды сайратып, жоғалтқан жақын жуықтарымызды түгендесек, қайғыдан сау адам жоқ. Батыржаның мен ыстық суығын басылмай жатып, жер құшып отырғаныңды бәріміз түсінеміз. Алланың әмірі солай. Жазым дегенге не шара? Сол қаңтарда қайтыс болғандардың қаны кімнің мойнында екенін біз білмейміз. Естіп жатырмыз, біреу жалғызынан, біреу бауырынан, әке баласынан айырылып шерменде күй кешуде. Батыржанның да татар дәмі таусылды. Болар іс болды-ау. Көңілге медет, ұрпақсызда кетіп жатқандар бар ғой, оған қарағанда шүкір, артында екі құлыны, екі тұяғы қалды. Алла өмір берсе, әлі-ақ ер жетіп, бір жағына қолқанат болар дей беріп еді, Айзада сөзге киіп жарып араласа кетті. Әпке, Батыржан әлі жас еді ғой. Жұмбақ өлім болды. Кішкентайымыз науқастанып дәріханаға жібергенмін. Ар жағының қалай болғанын білмеймін. Өзі қызу қанды еді ғой. Біреудің айдағына ілесті ме, әлде өзі қызық көріп барды ма, ол жағы бір Аллаға аян. Батыржан енді сөйлей алмайды. Рас айтасыз, болар істі болды, бояу сіңді дейме. Басымды тауға да, тасқа да ұрайын, бірақ әділдігін іздеп әкелерінің құнын даулауға дейін барамын. Мен мыңқиып отыратындардың қатарынан емеспін. Әлі ізденемін деді.
Соңғы сөзін өрекпіп айтты. Иә, айналайын келіншірақ, іздеуі, сұрауы жоқ дегізбей, ізден. Ауылдағы бізге қарағанда көзің ашық, көкірегің ояу ғой. Бірақ менің айтайын дегенім, ертең Алматыңа барасың. Қазір көпшіліктің ортасында ештеңе сезінбей отырсың, енді Батыржансыз реңі басқа өмір басталады. Оның аты жесірлік. Жесірлікті мен де жақсылы жаманды басымнан өткізіп келемін. Бірақ мен ағаңнан 29 жасымда қалып, жалғыздықтың сүрлеуінен өттім. Құдайым-ау, 23 жас деген не тәйірі. Бұл не деген жесірлік, бейкүнә баланың бірі 3-те, бірі жасқа да жеткен жоқ. Не деген жетімдік десеңші деп бетірамалын алып, көзінің жасын сүртті. Тағдырдың маңдайыңа жазғаны, қалқам, енді сенің мойныңа 2 қоржында артып, сол сүрлеу жолға салғалы отыр. Ол 2 қоржының зіл батпан етегінде 2 балапаның. Міне, сол сүрлеуден 2 көзің соқыр болып адаспай, тұманды суық күнде тонбай, қажымай жүріп өтуің керек. Одан басқа амалың жоқ. Мені де елдер сүймелдеп, жан-жағымнан алып, осы жолға салып, артымнан туын байлап жіберген. Сол туымыз желбіреп, мынау жесір қатын өйтіп жүр, жесір қатын бүйтіп жүр дегізді. Жесір қатын ағайынға да, тіпті Құдайға да жақпайды екен. Сол үшін өзімнен кейінгі ерген келіндердің жесір қалғанын естісем, жүрегім ауырады. Кезінде мені Айбардың 40-на дейін қорғанның басына жібермеді. Өйткені қатты есеңгіреп қалдым. Қайғыны көтере алмай, ішкі жан дүнием өртеніп, жанып кете жаздағанда қорғанға барып, мүрдені құшақтап жылағанда ғана кеудемдегі өксігімді басқандай басымды көтердім. Сонда ғой Айбардың жақын ағалары болып келеді, ақындығы бар еді, есіл бауырым-ай. Деп 7 шумақ өлең жазып әкеліп жұбатқаны есінде. Алмагүл әпке, дұрыс айтасыз, бәрін түсініп отырмын. Әлі көресіздер, мен Батыржанның атында, отында өшірмеймін. Ол балаларының алдында орындай алмай кеткен әкелік парызын, қарызын, жер басып тірі жүрсем, мен жасаймын. Балаларды қор етпеймін. Әкесі жоқ дегізбей, 2 баламды өсіріп, ер жеткізіп, амандық болса, алтын табақтан ас беретін боламын деп Айзада келін жұлып алғандай сөзін әрі жалғады. Жұмысқа шығамын, бар күш қайратымды қайрап, жанып өмірмен күресемін. Айналайын-ай дегеніңе жет. Батыржан бізге арман, мұңын айтқан жоқ. Айтатын анасы да жоқ, сенімен сырласқан шығар. Оның анау көкжиектің жиегінде жете алмай кеткен арманы қалды. Сол арманға шыға алмаған шыңдарына енді сен шық, сен жет. Жалғағаның үзілмесін, толтырғаның ортаймасын, айналайын. Жай ғана ақылым ғой, балалар өз қолдары ауыздарына жеткенше ауылда болсаңдар қайтет дегені сол екен. Қазіргі келіндер мықты ма? Шығамын әпке, шығамын көресіздер. Бірақ ауыл дегенді атамаңыз. Қаладан алыс, оның үстіне мұнда жағдай жоқ қой. Күнімізді көре алмай тентіреп кетпейміз бе? Жоқ, мен балаларымды қалада оқытамын, кейін шетелге жіберемін. Батыржанның 40 өткеннен кейін Астанаға кетсем бе деген ойым бар деп қойып қалды. Алмагүл болса келіннің төбеден түскендей мынандай кесекте кесімді сөзінен кейін тартынып қалды. Болмаса тілінің тікені сояудай талай нәрсені айтуға болар еді. Қара жамылып отырған келінне артық сөз айтып қоймасам екен деп, өзін саф деп сабырға шақырып, тілін тістеп отырды да. Иә, қарағым, өзің білесің ғой. Қиналып қалмайсың ба деп жатқаным ғой. Болмаса атаңда даңғарадай үйде жалғыз. Доскем малда. Балалар аяқтанып алғанша дегенім ғой. Арманың жет, алдыңнан жарылғасын деген сөздерді даусын баяулатып, түсі бұзылыңқырап көңілсіз жеткізді. Иә, мына келіншірақ қалай сөйлейді. Жақсы білмейді екен, өзін қалай тез жинап ала қойған. Соншалықты сенімді етіп отырған қандай күш. Бірден көз алдына Айбары қайтыс болып, дәл осындай жағдайда қалғандағы жап-жас Алмагүл жүгіріп өтті. Алмагүл де ол кезде жас еді. Бұлай жұлқынып сөйлемек түгілі, дүниенің бар қызығы Айбармен бірге кетіп, қара түнекте қалғандай тілі байланып, бас кешіп кете жаздады емес пе? Өзін ойласа қазірде жетісіп жүрген ештемесі жоқ. Жалғыздықтың аты жалғыздық. 40 шырық жаны бар. Оның өзіне бір риза болатыны, денесіне еркек шыбын қонса қонған шығар, бірақ бір еркекке терезесін қақтырмай, білегінен ешкімге ұстатпай, балаларына адал ас берді. Қазір ұл қыздарының да, басқаларының да беттеріне тура қарай алады.
Аз ғұмыр кешсе де, Айбармен бірге болған қызықты да бақытты шақтарын әлі күнге айлап келеді. Өмірінің мәні де, сәні де бауырындағы балалары, бірінен бірі өткен тәтті немерелері. Солардың амандығы бүкіл өміріне медет, нығмет. Алмагүлді қазір ойландыратыны, жарайды, жасырақ кезінде берген қиындығы, бейнеті ұмытылып, білінбей кетті ғой. Ал ендігі өмірінің соңы қалай аяқталады? Балалар еңбегін ақтап, қабағына қарай ма, беретін сорпа суын ықыласпен бере ме? Міне, сол ой көбірек толғандырады. Дәл қазір 20 жыл жинақталып қалған шемен-шердің шетін шығарып еске салған мына жас келінге кінә артпағанмен, ауылды кемсітіп, місе тұтпай тұрғаны қытығына тиіп кетті. Өзі де аспаннан түспей, сол ауылдан шықты ғой. Сонда Құдайдың басына салған ауыртпалығын ауылдың жесір әйелдері көтере алмайды дегені ме? 37 жылдары қазақтың арыстарын баудай қырғанда артында іздеушісі, сұраушысы болған шешелеріміз емес пе еді? Артынша соғыс басталып, қаншама қазақ отан үшін соғысқа аттанғанда елге де, жерге де ие болып қана қалмай, өздерін аямай жұмысқа салып, майданға көмегін жасағанда сол әйелдер ғой. Тіпті күйеуі бар болсын, жоқ болсын, қазақ әйелінің жүгі еш уақытта оңайға түспеген. Марқұм анасы айтып отыратын, сол жылдары айналаң жесір тұлғатын. Бір совхозда ересек еркек атаулы қалмай, жесір ауыл атанған жағдайымыз бар деп. Сондағы жасы бар, жасамысы бар күйеулерін майданға жіберіп, олардың не өлі, не тірі екенінен хабар ала алмай, сарыла күте жүріп бәріне көнді. Арды ойлаған сол аналарымыз ғой. Шермен көкірекпен жалғызілікті жүріп ақ, айғайламай-ақ үн-түнсіз отағасыларының жаққан отын сөндірмей, ұрпақтарын өсіріп аман алып қалғаны. Соғыстан аман есен келгені келді, келмегендерін байғұс әйелдер көздері жұмылғанша күтіп, үміттерін үзбей, ақыры сол армандарымен жер жастанды. Ол жылдары қазақтың дені қалада емес, ауылдық жерлерде тұрды. Міне, сол қазақтың көнбіс, қарапайым, момын әйелдері, аналары ел басына күн туған шақта қиындыққа төзгендіктен ғана бүгінде жалғасып жатқан ұрпақты сақтап қалды. Қазақ деген халықты сақтап қалды. Ойды ой түртеді демекші, Алмагүл сол күні осы әңгіменің жетегінде жүріп екіұдай күй кешті. Болмаса соңғы кездері өткенді өкіну үшін емес, сабақ алып, шүкіршілік ету үшін еске алу керектігін түсінгеннен кейін бе, бойы сәлде болса жеңілдеп қалғандай әсерде жүрген. Ойлап қараса, Айзада келіннің бұл шешімі, әрекеті де дұрыс шығар. Қазір заман басқа. Уақыт өзгерді. Қажет жерінде қаталдық танытып, жігеріңді жанымасаң, қатыгез қоғам таптап өте шығатын заман емес пе? Байғұс бала жетісіп отыр дейсің бе? Қу жанын шүберекке түйгендей өлілердің үстінен жүріп қаншама мәйітті аралап, Құдай қосқан қосағының денесін тапқанша, жүрегі мұз боп қатып қалды ма екен? Бұл болса қасірет пен қайғы, мұң мен шер, қатыгездік пен қаталдықтың бәріне қарсы дәру, әйелдің жүрегіндегі жылу деп ойлапты. Әйел бойындағы мейірім шуағының жеңбейтін қиындығы мен зұлымдығы жоқ, ол қара тасты да ертеттепті. Әлде жап-жас мөлдіреп отырған қаралы сұлудың басына түскен қасіретті көріп, қанша жаны ашса да, оның мен мыңқиып отыратындардың қатарынан емеспін. Әлі ізденемін. Деп ашынғаннан есін тез жиып, қаза үстінде ақ мақсатын қойып алғаны Айзада келінге ғана тән мінез бе екен. Әлде даланың жесір әйелі мен қаланың жесір әйелінің айырмасы болғаны ма? Алмагүл түні бойы осы ойдың жетегінде шырмалып жатып, бір шешімге келе алмай, көзі ілініп кетті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Арнамызды қолдап, тіркеліп қоюларыңызды сұраймыз. Лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер.